Ана sütü мен жылқы sütü біздің тарихымыздың басы. Аттар, тұлпарлар, өнер тарихымыздың ұлы тарауы. Қазақтың ұлттық ділін, туған тілін, дәстүрін жасасқан аса қасиетті жануар осы жылқы. Дүние жүзіне тарыдай шашылған қазақты диалектсіз сөйлетіп кеткен құдіретті күш те осы жылқы. Тақымымызда жылқы болғандықтан ғана қашсақ құтылып қуысақ жеңді. Осынау ұлан ғайыр далаға тек жылқының күшімен, ақ найзаның ұшымен ие боп қалғанымыз ақиқат. Қазақтың екі сөзінің бірі ат. Өзінің ұлттық тарихында бүкіл тұрмыс тіршілігі тек қана жылқыға байланысты ел қазақтан өзге кемде кем. Өйткені оның тағдыры ұлан байтақ даласы аттың атын шығаратын да осындай жазықтық пен кеңістік. Түркі тілдер сөздігі екі әріптен басталатын мәтіндегі жылқы сөзіне түсінік жасағанда, құс қанатын, ер атын деген түркі мақалын береді. Басқа да жеке сөздерді түсіндіргенде, жылқы түркілердің қанаты деп келетін мақал мәтелдерді пайдаланады. Әрі құс қанатымен өмір сүреді, батыр атына сүйеніп, арманын жүзеге асырып, өмірін жалғастырады деп жазады. Анау Таңжыңшан тауынан, Шиляншан тауынан, Қалдын тауынан, Қарақұрым тауынан, Алпа тауынан, Кемалайдың бұқа суларынан, ауас сирек жерлерден бір адамын қалтырмай күшпен алып кетіп, өзінің жанын арнап бара жатқан жаңағы алып денелі жылқы, жаңағы қазақтың сайгүлік дейтін тұқымының ерекше бітімінен келіп шығады. Тұлпар, адал жар және алмас қылыш батырдың үш асылы болған. Тарихтағы қиян кескі жорықтар, дала үшін ұзақ қан төгіс қырғындар ат арқасында өткен. Олар қырылса да үстіндегі иесімен бірге қырылған. Батырлар жырының басты кейіпкерлерінің бәрі де әрі жүйрік, әрі ақылды жануар ат болған. Батыр тұлпардан айырылса, қарғадым жер мұң болады. Тұлпар батырдан айырылса, бір жабағы тай болады деуі осыдан. Қобыландыдағы үстіңгеріні көктіреп, төменгеріні жер тіреп, Алпамыстағы төрт аяғын тең басқан, немесе Доспамбет жырауда құйрық жалы бір тұтам деп келетін неше түрлі суреттеулер сол кездегі қас тұлпарларда ғана кездесетін белгілер екені шүбәсіз. Ата-бабаларымыздың жүйрік аттың мінезін 15 түрге бөліп, оның түп төркінін бұлайша тұжырымдаған. Еркектен алған үш бітім: батылдық, сергектік, мойымас күштілік. Әйелден алған үш бітім: сұлу денеге жарасқан жібек жал құйрық, әсем біткен шығыңқы кеуде, қимылдағы көз тоймас елпектік. Қояннан алған үш бітім: бас бітімінің етсіз қаңылтақтығы, көз ауданының кеңдігі, ұшқырлығы. Түлкіден алған үш бітім: түлкідей тік жортатыны, құлақтарының ойнақы, көріктілігі.
құйрықтың қылта түбінен бастап ұшына қарай шұбалаңқы бітуі. Құланнан алған 3 бітім, оймақша дөңгеленген 4 тұяқ, етсіз жақ, тамақ астының кеңдігі. Қазақ жылқыны жүріс тұрысына, түр-түсіне және жаратылысына қарай арғымақ, қазанат, жабы, тобышақ, текежаумыт, қазақат, пырақ, дүлдүл, ақалтеке, жүйрік, тұлпар, күлік немесе сайгүлік, саңлақ, жорға, су жорға, төкпе жорға, айдама, айдама жорға, шайқалған жорға, аяғылау, жетек ат, қосақ ат, түп ат, көсем ат деп бірнеше түрге бөлген. Біздің ат белгілердің ең бір мықтылығы сол аттың теріне қарап тұрып, атының бабына келген келмегендігін біле алады екен. Терінің дәмін татып көреді екен. Бұның тұздық дәрежесі қанша, тұздан айырылды ма, айырылмады ма. Екінші, ол тердің реңіне қарайды екен. Реңінің тұнықтану дәрежесі қаншалық. Үшінші, тердің шығу мөлшеріне қарайды екен. Қаншалық шықты. Егер бабына келмесе, ол жалғасты, я шауып алады, я жауып алады. Қазақ сайгүлік жүйріктерді төңірек, күдір, желбегей, қызбел немесе босбелбеу, созақ, мұзбүйрек деп 6 топқа бөліп қарайды. Алайда, бапкерлер мен сыншылардың қайсы бірі сол топтағы жүйріктің мүше ерекшелігін бір-бірінен шатастырып, қосып жаңлыс кететін кездері де аз емес. Ат сыны қазақтың атқа қаратқан эстетикалық талғамы. Онда жалпы аттың тұлғасы, түр-түсі, бітімі айтылады. Абайдың ат сыны дейтін 8 куплетті өлеңі бар. Сол 8 куплетті өлеңде мөлшері 63 түрлі сын бар. Бұның ішінде кейбір сындар үндес сындар. Осылардың көбі атқа берілген сымбат, тұлғасына, сұлулығына қаратылған. Әрі бұл біздің әзіргі ат сыншыларының сын өлшемі. Біздің атбегі сыншыларымыз жүйріктің бәріне шоқбардай кекілі бар қамыс құлақ, қой мойынды қоян жақ, бөкен қабақ. Ауыз омыртқа шығыңқы майда жалды, ой желке өңірейген болса сағақ дейтін, абай сынымен қарауы орынсыз. Өйткені жылқы түлігі бір қалыптан шыққан кірпіш емес. Әр жылқының бір-біріне ұқсай бермейтін тума қасиеті, мінездік, бітімдік ерекшелігі бар екенін түсінгеніміз оң. Бапсыз жылқылар да болады екен. Сынсыз жылқы, ешқандай сын жоқ, ешқандай бап жоқ. Сондай жүйріктер де болады екен. Табиғи жаратылған. Ондай жылқы өзін өзі жаратады дейді. Қашан шабатын, қалай шабатын өзі біліп, жайылатын кезде жайылып, жайылған кезде де сол үйдің маңайында жайылып бір төбеге шығып ұзаққа қарап тұрады дейді. Су ішкенде де үзіп ішеді. Көп ішпейді. Одан кейін барып өзінің ат ағашының жанына келіп өзінен өзі дем алып, сөйтетін аттар деп ешкім оны сырты тұлғасына қарап айыра алмайды. Ал енді осындай жылқылар Абайдың ат сынында жоқ. Бұл өзі ерекше жаралған өте аз жылқылар. Мыңда бір кезігетін жылқылар болады. Халқымызда жүйрік аттарды тіл көзден, келеңсіз жағдайлардан сақтау үшін атқарылатын салт дәстүр, әдет ғұрып та аз емес. Мәселен, сайгүліктің жабдықтарын аяқ асты тастамай, құрметтеп ұстаған. Жүгенін ерекше қастерлейді. Далаға бет алды жерге тастамайды. Жүйрік аттан бұрын есі өлсе, оны тұлдап сояды. Басын биік ағаш басына апарып қояды. Сақ, ғұн қыпшақтарда, ерте заманда жүйрік атты есімен де жерлейтін салт болған. Жүйріктерді
көз сұқтан сақтау үшін дұғалы тұмарлар таққан. Оған кебенек кежім кигізген. Бұл салттардың сарқыны күні бүгін жалғасып келеді. Ескілікті халықтарда, соның ішінде қазақта бар көшпенділер, дала көшпенділер. Оларда магиялық түсінік болған. Адамның тілінде, көзінде сұқ болады деген. Көздің сұғынан сақтайды, тілдің сұғынан сақтайды деп асатын тұмар, жаңағы тағатын үкі. Бұның өз басында тұрған қасиет емес. Адам қараған кезде, бірінші рет алғашан атқа көз түскен кезде, біріншіден сол желкілдеп тұрған үкіге түседі. Ал үкіге түскеннен кейін адамның көзінің сұғы сол жерде қалып қалады деген осындай бір наным болған. Жүйрік аттарына, жақсы аттарына, сетер малдарына үкі тағатын, жақсы аттарына тұмар тағатын әдет болған. Сағалдырыққа, өмілдірікке тағады. Үкіні кекіліне, одан кейін құйрығына тағатын болған. Қасқайғырдан қасқа тумаса да төбел туады деп, ауыл шаруашылық ілімінің сапалық сәйкестіру қисынын екі ауыз сөзбен тұжырымдаған халқымыз. Айғыр алмауыт болмай атқа жармайсың деп, айғырларды сұрыптап сапаландыруға ерекше көңіл бөлді. Үйірдегі айғырларды қартайтпай ауыстырып, жылқы нәсілі азудың алдын алып отырған. Жылқы қазақ халқының табиғатпен туыстығының көрнекті айғағы. Табиғаттың бірге туған баласындай қазақ жылқы бір-бірін жете түсіне білді. Қазақ халқы жылқының жанын ғана емес, шынайы қалын, жаратыстық ерекшелігін, өсу өркендеуін жете бақылап, жылқының әртүрлі ауруларына дейін ғылыми жолмен емдей білген. Жылқының сырқатына емді тағы да табиғаттың өзінен, жылқының өз бойынан іздеп тапқан. Жылқы күйіс қайтармайтын мал. Жылқының құрт қарыны дейтін қарын болады. Сол құрт қарынның ішіне неше жүздеген құрт қарынынан көктеп шығады. Ғылым оны паразит құрт деп атайды. Ал ол құрт жоқ болса жылқы жасамайды, өледі. Жылқы мал сол құртпен ғана жасайды. Оның жеп алған тамағын жаңа құрт күйіс қылып ішінен қайтарады. Жылқының құрт дейтін себеп сосы. Ал ол қайтарғанда құрттың бір жақ шеті қарынға жабысып көктеп тұрады да, бір жағы тірі тұрып, барған тамақты күйсеп, сол құрт бойына сіңірсе, құрттың бойындағы ніл жылқыға барып сіңеді. Содан жылқы семіреді, қазыланады, жыра салады, қабырғасын жабады, жал алады, сүйегін үзейді, жілігін майлайды. Міне жылқының өсуі осындай. Жылқының жаратылысы деген ғылымда, ғылым күні бүгін зерттеп те болған жоқ, танып та болған жоқ, мойындап та болған жоқ, себебі оны білмейді, оны өлтіретін дәрімен өлтіріп тастайды. Жалпы қазақ осы жылқыда елу неше түрлі ауру бар деп білген. Сол елу неше түрлі ауруды 25-те 30 түрлі еммен емдеген. Ал осы емді айдан кеп қайта сол жылқының өз бойынан тапқан. Жылқы ауруларының түрі, оны емдеу әдісі, емдеудегі нәзіктік басқа малға қарағанда жан-жақтылы. Қанын алады, кейбір безін бездейді, кейбір ұсақ ақ шеміршектерін қияды. Малдың жынын, өкпе бауырын таңады екен, осы арқылы өз емде болады. Тіпті қазақ шөппен малын бағып, сол шөппен қайта сол малын емдеп алған. Жаз тұрым болғанда жылқыдан жаңағы құрттан бірер құрт жерге түсіп қалады. Түсіп қалған құрт 7-14 күннің ішінде көгала қоңыз болып ұшып шығады. Осы ұшып шыққан қоңыз ұшқаннан кейін басқа малды да хайуанатты шақпайды. Жаңағы дүние жүзінде жандының бірде-бірде тиіспей жылқыны ғана шағады. Жылқының басқа жерінен тағы шақпайды. Салпиып тұрған астыңғы ернінің астындағы ожа ұқсап тұрған тақ ернінің астынан барып шағады. Бір чағып қалғанда жылқы денесіндегі неше мыңдаған жаңағы нерв жүйкесін бір-ақ қалпына келтіреді де, тұралап жүре алмай тұрған көтерем жылқы басын сабауша ұрып, сонша жүйрік жылқы құшап, жаңа құрттың аштылығынан қашады ғой. Сол қашқанда шектің ішінде қатып қалған бір жылдан бері қақты түсіріп, юзектеп қашқаннан қашып өтіп, денесін әрекетке келтіріп, масыл нәрселерді бір-ақ алып тастап, қанды қайта жасап, кемік жаңа кемік болып, қайта жаңа жылқыны жасап шығады. Жаңа құрттың бұны жылқының бүгелегі дейді. Міне хайуанаттардағы бұл қалыптасымды біз жаратылысынан бар деп қарамай,
жаратылышында паразит құрт болып түскен дейді. Оның ананың ішінде жатқан ана паразит құртты кім анаға егіп жіберді? Ал ол аталықтың белінен шыққанда кім егіп жіберді? Міне осы этностың өзін, осы жаратылыстың өзін ғылыми сөзбен көндірем деп өтірік айтып қалғандығы дәлелсіз нәрселер бүгінгі мына танымның өзіне үлкен қиғашқа жазып жатыр. Жылқының жаңа қасиетінен, бүгөлөктік қасиетінен не танимыз? Жылқының өзіне емденетұғын, иммунитеттік қуат дейтұғын бүгінгі ғылыми қуат осыдан келіп шыққан. Көшпелілер көлеңкеде жатып жеміс жайнап, мамыражай тіршілікте өскен жоқ. Адамның жаны мал деп, төрт түлігінің соңында қақаған аяз бен шіліңгір ыстықта шынығып өскен халық. Көшпенділердің бес қаруы сайма-сай, салт атты шеріктері садақ ату, шоқпар сілтеу, найза салу, қылыштасу, ат үстінен аударып түсіру сынды әскери сайысқа ат үстінде машықтанып, ат құлағында ойнаған. Қазақтардың ат үсті ойыны елгінше түрлі күн. Ал енді осы ат үсті ойындарында, болмаса бұрынғы соғыстарда істететін ат үсті құралдарды елгінше түрлі. Жылқы болмаса адамзаттың бірін-бірі меншіктенуі, иелеуі, жаулап алуы, меңгеруі, мемлекетке бөлуінің өзі болмаған. Дамыталмай отырғанымыз болмаса, ат спорты ойындарының ең көп таралған ортасы қазақ сақарасы екені шын. Қазақ халқы жылқыны аламан бәйге, құнан бәйге, жорға жарыс, көкпар, аударыспақ, ат омырауластыру, ат үстінен тартыс, қыз қуу, салмілу, күміс ілу сияқты спорттық ойын сауықтарда азаматтың мерейін асыратын, сал серлік пен сәнділіктің шырайын келтіретін жылқыны текті жануар деп есептеген. Жылқы сәндік үшін, түйе байлық үшін деген мақалдың мәні осыны меңзесе керек. Тарихта жылқыны баққан тарихымызда ұзақ, бірақ бізде көп жазба деректерді, өзіміздің бастан өткен тәжірибені қалдырып кетпегенбіз. Мәселен, жорға үйрететін, әзір ойласаң, ешқандай нәрсе енді бір 5-10 жылда құриды осының бәрі. Енді сол үшін осының бәрін қайтадан ояту керек. Ал оятса, оған керекті жылқы не? Әрине өзіміздің жергілікті жылқы, ал қазақ жылқысы. Жылқы даланың көркі, малдың сетері, ердің қанаты ғана емес, отымды көлік құралда болды. Қазақ тіршілік тынысының іздеген тұсынан табылып отырды. Кезі келгенде мойнына қамытылып, соқа тартып жер жыртты. Арбаға да шегіліп, тонналап жүк сүйреді. Осылайша мінсе көлігі, жесе азығы, ішсе сусыны болды. Біз осы жылқы арқылы қазақ жасаған төңіректегі аң мен құсты өте жақсы білген. Тазы итін алып жүру, бүркіт алып жүру. Бұның барлығы, егер жылқы болмаса, қазақта саясатшылық та жоқ, аңшылық та жоқ. Жылқының басты өнімдері сүті мен еті, қылы, терісі, сүйегі мен тұяғы. Ал бүгінгі күні несебіне дейін пайдаланып отыр. Көшпелілердегі бие сүтінен дайындалатын баға жетпес сусын, қымыз, ықылым заманнан бері басқа жұрттардың қызығушылығын тудырып келген. Атақты Бангу, одан кейін Смашян дейтін Қытайдың үлкен шежірешілері тарих жазғанда, жылқының сүтін чекідей ашытып ішетұғын бір этносты жазды. Ол біздің қымызымыз пісірмаймыз, чек сүтті сабаға құйып ашытып ішеміз, шошақ бөрікті жылқының сүтін ашытып ішетіндер, бүгін қазақтың қымызды ішетіндер, қымыз қып ішетіндер. Ал әйгілі дүние жүзінің саяхатшысы Жаһангезі Марко Поло өзінің саяхат естелігінде жазғанда Құбылай ханның жылына 300 ақ биенің сүтін чекідей ашытып ішетіндігі жазылды. Осы деректерден арғы жаңағы
Геродоттан түсіп ап Құбылай ханды жанына ертіп жүрген Марко Полоға дейінгі 1000-нан астам адамның жылқы жөнінде көзқарасынан нені ұғамыз? Жылқыны алғаш үйреткенде. Сүтіменен сүйегін дүзеп, етімен жүрегін жалғап, өзін астына тұлпар қылып мініп, дүлдүл қылып мініп, одан кейін соғысына, мәдениетіне, көші-қонына, басқа хайуанаттарды ұстауына, және соларды жаюына, малдануына, қайыруына мініп отырған осы батыр халықтың аты міне жаңағы сақтар, яғни бүгін қазақтар. Орта ғасыр жиһан кездері Францеуз Вильгельм Рубрук, итальяндық Марко Поло өздерінің жол жазбаларында қымыздың шипалық, тіптен масайрататын қасиетіне ерекше тоқталған. Халқымыз нәрлі де дәрі сусындық қымыз ашту техникасын тапқан соң, оны ашту сақтауға жылқының өз терісінен ыдыс жасап істеткен. Жылқы терісі, саба, торсықтың ең жақсы материалы. Тіліміздегі толған торсықтай деген теңеу осы торсықтардың әрі қызыл, әрі бүйірлігінен келген. Байлардың ең үлкен сабаларды 10 жылқының терісінен, 5 жылқының терісінен тіккізгені шығармаларда кездеседі. Арқада Ағыбай атты батырдың 5 биенің терісінен тігілген сабасы болған. 2 түйенің арасына керегені жалпағынан жатқыза байлап, үстіне сабан қойған. Түйелерді тізесінен қосақтап, құрмалап байлап жетелеп отырған. Мұндай сабаны киіз үйдің жабығынан атқа мініп тұрып піскен. Ағыбай батыр осы сабасын 1853 жылы Абайдың арғы атасы Өскен байдың асына апарған деседі. Халқымыз 5 биенің сабасындай, 5 биенің сабасы 5 күн саусаң толмайды. Жаманды қанша мақтасаң жақсылардай болмайды деуінің негіз осында. Халқымыз шеберлері 50 таспадан 800 таспаға дейін өрген саба, торсық әлге дейін бар. Ал ешкі тұлыбы серке терілерінен бітеу сойылып, қыртысына тигізбей жүнделген соң ысталып, мойын сирақтарының аузы түйе жүнжіммен тігілген ыдысты қымыз сақтау, қымыз тасуда қолданған. Ысталған саба торсықтардың ішіндегі қымызды бұзбай, ірітпей, ашытпай, дәмін қалпында сақтайтын ерекше ролы бар екеніне бүгінгі ғылым да мойын салды. Ертеректе қымызды мына туберкулоз ауруларына осы қымызды көп ішкізеді. Қымыздың құрамында белгілі мөлшерде май болады. Оның май құрамы сиыр сүтінің май құрамына салыстырғанда біресе төмен болады. Осы себепті оның құрамындағы май мына қан қысым ауруларының, қан тамырдың қатаюы, осы секілділердің барлығына әлгі оңалуына пайда жеткізеді. Оның кейін асқазан, ішек жолдарының ауруларына қымызды пайдалы деп есептейміз. Адам денесіне зиян келтіретін бактерияларды ығыстыру ролы болады. Халқымыз қымыз 40 түрлі ауруға емдейді. Қымыздың ең басты ерекшелігі адамды қуаттандырады. Әсіресе қан аздық, белсіздік қатарлыларға дауа. Қымыз тәбетті жақсартады, қоректіктің сәмірлуін тездетеді. Әсіресе белок құрамын толықтыру ролы көрнекті болады. Қан айналысын тездетіп, уыттайдап, зәр шығаруды жиілетеді. Тағы бір қасиеті, асқазан ішек жолдарындағы ауру қоздырғыштарды жояды. Бие сүті құрамындағы май қышқылы қаныққан май қышқылы болғандықтан жоғары қан қысымы науқасын емдеуге ерекше пайдалы. Қымыздың құрамында әлгі минерал заттар, өте аз адам денесінде сирек ұшырайтын мына элементтер
болады. Мәселен, фосфор, калий, натрий, осы секілділер жылқының, қымыздың құрамында мол болады. Бұлар да адам денесіне өз кезегінде толтыруға пайдалы рөл ойнайды. Орыстың ұлы жазушысы Лев Толстой қымызды жоғары бағалап, бие байлатып қымыз ішкен деседі. Қазақ халқының 100 жасаған ұлы ақыны Жамбыл Жабаевтың «Үйірілген қышқыл тәтті сарығымыз, ауру ем сауға қуат, дәріғымыз» деп жырлауы әне содан. Демек, қымыз әрі сусын, әрі тағам, дертке шипа, жанға қуат. Алайда, барлық нәрсенің өзіне тиеселі олқылықтары болатындай, асқазан қышқылы көбірек болған адамдарға қымыз жағымды болмайды. Олар алдымен қоректік қуаты мол, кенеулі тағамдарды жегеннен кейін лайықты тұтынуына болады. Әйтпегенде, запыранды қозғайды. Сондықтан ұлы Абай да: «Осы қымыз қазаққа, мақтаның ба, асың ба? Қымызды басар артынан, етің бар ма, қасыңда» деп, оны ішудің де өзіндік жолы бар екендігін ескертеді. Ұлттық мәдениетке байланыстырып, әр ауданнан жоғары дәрежелі орындарда, мәселен, қазақтың басқа ұлттардың ұлттық жылқы мәдениетіне сәйкестіріп, сондай көптеген жылқы клубтарын құру керек. Одан кейін енді жылқы арқылы, мәселен, емделетін орталық құрылу керек. Қымыздарын бұрынғы дәстүргі істеп шығарудан басқа жаңа заманға үйлестіріп, мәселен, одан кейін еттерін мәнерлеп істеп шығаруымыз керек. Қымыздың түрлері: уыз қымыз, көктемді биені жаңа байлаған кездегі ең қуатты қымыз. Уыз қымыз ішуді аталарымыз тойлап, оны биебау немесе қымыз мұрындық деп атаған. Құнан қымыз, күбіде 2 түн сақталған қымыз. Дөнен қымыз, күбіде немесе сабада 3 түн сақталған қымыз. Бесті қымыз, 4 күннен аса тұрған қымыз. Оны көп ішкен адам кәдімгідей желпінеді. Қысырдың қымызы, үлкендері не сырқат адам бар шаңырақтар құлындаған, бірақ сол жылы қысыр қалған биені жылқыға жібермей алып қалып сауады. Бұл қысырдың қымызы деп аталады. Қысырақ қымыз, қулық биенің сүтінен ашытылған қымыз. Сары қымыз, жаз ортасында шөп әбден піскен кезде болады. Емдік қасиеті күшті, өте сіңімді келеді. Сірге қымыз, күзге қарай бие ағытылар кездегі қымыз. Әдетте оны молырақ жинап, көрші қолаңды шақырады. Бәрі дәм татып, жылқының алдағы қыстан аман шығуын тілеп, бата жасайды. Түнемі қымыз, көп тұрып қалған қымыздың дәмі ашты болады. Оның үстіне саумал құйып жуастады. Бал қымыз, күбідегі немесе сабадағы қымызға қыстан әдей сақталған семіз қазыны салып піседі. Қымызға қазының жұпар иісі мен дәмі сіңеді. Саумал, күбіге құйылған, әлі ашып болмаған бие сүті. Оны балаларға береді. Өте жұмсақ әрі дәмді болады. Торсық қымыз, қанжығаға байланған торсықтағы қымыз аттың ырғағымен дамылсыз сапырылып, әбден жуасиды. Әрі тері торсықтың сәл қышқыл дәм сіңеді. Қымызға арналған тері және ағаш ыдыстар. Ожау, көбі, бұлқыншақ, көнек, шара, тегене, тостақ, тостаған,
Самара, сүйретпе, саптаяқ, саба, торсық. Ал торсықтың өзі шынымай торсық, мүйіз торсық, өрме торсық, өркөш торсық, жан торсық деп бөлінеді. Жылқы еті қазақтың ең сүйікті тағамы. Жылына кемінде бір рет жылқы етін жеп, қымыз ішпеген адамнан ақыл сұрама дейтін нақыл сөз бар. Қазақ ең сыйлы қонағына құршыққан тай, қулық бие сояды. Байтал еті бал деп, жылқы сүтімен етін ғасырлап тұтынып, мың-мың жылқы айдаған, сары қазы шайнаған қазақтың жылқы мінезді болмауы мүмкін емес. Жылқының еті мына жүрек қан тамыр аурулары дейміз, жаңағындай қан қысымының жоғарылауы дейміз. Осындай аурулардың барлығына жаңағы қуаттандыру ролын ойнаудан сырт, қан тамырдың қатаюынан сақтау ролдары болады. Енді қазақтың жайшылықта айтуында жылқының етін жеген адам, жылқының қымызды көп ішкен адам жүректі болады, батыр болады, қорықпайды, жылқы секілді сергек болады деп айтады. Енді оны ғылыми негізде дәлелдеген материалдарды ғой мен көргенім жоқ. Десе де, оның да негізі бірден жоққа шығаруға болмайды. Тұла бойы тұнған байлық жылқының терісі, қылы, тұяғы, сүйегіне дейін асыл. Көшпелі тұрмысқа қажетті арқан жіптен бастап, киіз үйдің бау суына дейін пайдаланады. Құлын мен тай терісінен қазақтың ең бағалы асыл киімдері құлын жарғақ және тай жақы тігілген. Жылқы терісінен тағы тулақ, бөстік немесе тай көрпе жасаған. Көшпелілердің әлемді өркениетке қосқан зор үлесі етікті ойлап табу болса, ол да осы теріден жасалған. Жылқының бас терісінен сайман салатын талыс және жаяу жүруге, әсіресе қойшыларға арналған шарық дейтін аяқ киім тіккен. Көн терісінен шынығап, шәй тұлып, құлынның бас терісінен дәрі қалта жасаған. Қарлықтар дәуіріне жеткенде Алтайдың Қарлы тауында қыстыгүн теуіп жүретін шаңғамыздың өзін жылқының терісімен қаптады. Себебі жылқының терісін алдыға ағып кететін жағына қарай оң қаптағанда жүйрік болады, артында шаңға чегінбейді, чегінейін десе қарсы біткен жүн тірек болады да шаңған чегінілмейді. Міне бұның өзін біз шаңғаның қабығып жылқының терісін пайдаландық. Ал жылқының қабырға, жақ, жаурын сүйектерін шеберлер піспек, кіроқтау, асадал, адалбақан, сандық, кебеже, төсек сияқты үй жиһаздарын әшекейлеуге қолданса, жаурын сүйегінен өте сирек кездесетін қож немесе тарлақ жасаған. Жылқының жіліншік сүйегін екіге бөліп, сой шаңғы істесе, жылқы тұяғынан аяқ киімге байлап алатын лайсаң сазды жерден өтуге арналған тұяқтаға, ұрмалы музыка аспабы тұяқтас, тұяқ сірге жасап тұрмыста істеткен қазақ халқы, жылқы қылын да керегіне кәдесіне жаратқан. Жылқының құйрық жалына қой түйе жүндерін араластырып, арқан, қыларқан, қылшылбыр, құрық бау есіп шығарған. Бұдан басқа, қобыздың шегін жылқы құйрығынан таққан. Бестай қырдың құйрығын шек қылған қобызым деуі осыдан қалған. Қыл тұзақ, қыл көзілдірік, елгезер желпуш жасап, үй күмбездерінің сыртын сылағанда берік болу үшін қыл араластырған. Жылқының жас тезегін орамалға түйіп маска ретінде тағып, ыстан сақтанса, қу тезегін лайға қосып үй сыласа, қайнатып,
жаңалған қазанның татын кетіруге пайдаланған. Біздің ата-енеміз осындай жылқы бағады екен. Жылқышы екен. Сонда әжелеріміз, енелеріміз бізге арқан естеңдер, екі тылғып есіңдер. Сондай айбат көркем түседі. Шылбыр естеңдер, үш тылғып жылқының тұғырығынан есіңдер. Сілияу жүкпен байламаңдар. Бұрынғы ата-бабамыз мал өссін десе, осы жылқының жалғұйрығынан тұтынатын. Жылқының өзінен біз үйіміздің арқанын толықтап аламыз, малымыздың бидажымын толықтап аламыз, жылқымыздың ноқта, шықта дегендей, жел арқан дегендей бәрі өзімізден шығып тұр. Мәселе соны енді қалтырмай, мына көне ата-бабадан үйренгеніміз, дәстүріміз жалғастырайық деп айтып жатырмын мен. Оның кейін енді біз әзір міне базардың мындай шәугім жуғышымен ыдыс аяғымызды қазанымызға шейін шықырлатып жуамыз. Ал енді біздің енелерімізде бұрын бар болған қыл жуғышпенен мына ыдыс аяқты, қазанды соныменен жуады. Оны рәсімі жылқының тұғырығынан айқастырып тұрып тоқып жасап алады екен бұны. Оның кейін орнына лық қояды екен. Енді соларды да енді қолданайық, үйренейік, бұл дәстүрді тастамайық деп өзімнің кейінгілерге айтып жатырмын. Жылқының қасиетін айтып таусу қиын. Ақылды жылқы өз жатырына шаппайды. Адамға сүйіспеншілікпен қарайды, адамды қорғайды. Жердің бедерін біледі, жарыста қызына алға ұмтылады. Жақтырмаған қолдан, жерден, өңірден қашады. Жұт болатын жылды жылқы жануары алдын ала сезеді. Сосонда жер қара күн жылы қоңыр күзді көп жылқылар жер аударып басқа жаққа ауады. Кейбір биелер іш тастап, ішіндегі құлыннан құтылуға тырысады. Өз бойындағы күш қуаттың құлынды аман алып қалуына шамасы жетпейтінін алдын ала болжай біледі. Қазақы жылқыны есі асырамайды, ол есін асырайды. 1,5 метр қар жауғанның өзінде өз шөбін өзі табуға шамасы жетеді. Қазақтың көптеген қалталы байлары бұл күнде таза қанды жылқы асырауда. Моңғол күреге барсам, Ақал Текенің де ұрпағын, Арабтың да ұрпағын, ағылшын, қырғыз, жаңа қырғыз, бәрі Қостанай былай айтқанда, бәрі айғыр бар, бәрі айғырдың баласын көресің. Оны халық апарып өзің білген тұлпар деп әкеліп, оны араластырып жатыр. Ол аздай оны апарып бүткіл өзіміздің Шинжаң районына ол тұлпар әкеліп, айғыр қосайық деген неме қылды да, өзіміздегі бар тұқымды ол енді бұзып отыр. Ол кезде мәселен генді қоры жағынан айтқанда, Ирхан Цивян дейміз. Ол егер оны әкеліп араласып келсе, оған мен ешқандай ол қазақтың жылқысы деп ара түсе алмайсың. Іле жылқысы емес, ол бір араласпа будан болады. 15-20 жылдан кейін оның тұқымдық қасиеті тұрақтанғанда бар, оны бір жаңа түрі қалыптасады. Ол кезде бұл қазақ жылқысы деген атаулар да ақырындап жоғалып кетеді. Сонда бір ұлттың мәдениетінен алып айтқанда да, ол сөзсіз бір тұқым құрмау керек. Ол елімізде де қолдайды, халықарада да қолдайды. Әкелген асыл тұқымдылары ұзаққа шабуға шыдамайды. Өз енесіне, өзінен туған байталға шаба береді. Қазақы жылқы өйтпейді, тегін сақтайды, тек сақтайтын аң құс санаулы. Үнемі жылқы етімен қоректенгеннен болар, қанымызға жылқы қасиеті әбден орныққан. Біздің де жеті атаға дейін қыз алып, қыз бермейтініміздің бір тегі жылқыда жатқан болар. Айғыр өзінен туған құлынның ұрғашысын келер жыл тай болғаннан бастап үйіріне қуып шығарып жібереді. Бұл не? Өзінің жатынын таниды, өз қанына өзі дүниеде жоламайтын бұның асыл тектілігі осы жерде. Жаман айғыр жатынына чабады деген сөздің мағынасы нені білдіреді? Тегін танымайтын пасық, жаман оның ездігін, нілсіздігін, әрі ар жағында ділсіздігін танытып отырған сөз. Бұл адамды жылқының астына адамды астарлап айтып отырған қазақтан алған мақал болғанымен жылқының үлкен мінезі, жылқы мінездеу арқылы қазақты мінездеп отырғандығы бізге көрініп тұр. Жылқы төрт түліктің ішіндегі ең тазасы сетері. Жақсы айғырлар үйірін жанын сала қорғап жатырына шаппайды. Тақымымызда жылқы болғандықтан қашсақ құтылып, қусақ жеттік. Осына ұланқайыр далаға тек жылқының күшімен, ағнайзаның күшімен ие боп қалғанымыз ақиқат. Жылқыда адам бойына өзгеше күш рух сыйлайтын қасиет бар. Ол намыс, ол ұлттық сана сезім, ол тектілік рухы. Тақымымыздан жылқы алыстап, тұлпардың дүбірін
моторлы көліктің гүрілі басайын деп бара жатқан мына тұста жылқыны білу қазақ үшін тіпті де қажет. Соңғы кездері моторлы көліктерге бұт артқалы, аттың тұрмысымыздағы ролы азайғанымен, қазақ жүрегіндегі жылқының орны әлі аласара қойған жоқ. Десе де, бұрынғы көркемдік, сырбаздық, парасат белгісі болған, ақыл-ой өнер өлкөсіне азық, көрік болған жылқының баласы енді тек қарын азығына айналып барама қалай. Әзіргі кезде де біздің енді табиғи түрде қалаласу, отырақтасу, мал шаруашылығының осы замандануы, табиғаттан ұзауымыз, ол табиғи түрде бізді жылқыдан ұзақтатып бара жатыр. Біз сол жылқыға қатысты мың мақалдың біз қайсы бірін айта аламыз? Осының барлығы біздің тұрмысымыздың үлкен бұрылыс жасағандығы. Біз осы заман ұлттар қатарына өте бастағандығымыз. Қар отты, май шағырлы, боз көделі жылқы өрісінің жартылып, тұрар жай мен егістікке айналу да жылқының тебіндеп өсуіне қырсығын тигізбей қойған жоқ. Дегенмен, жылқыға өріс әлі де жеткілікті. Жылқыны сақтау үшін оның жайлар даласы да сақталуы тиіс. Көкорай шалғын көл сабасы, асқар таулар, ақ бұлақтар сағасы, салқын жайлауларды сақтау керек қой. Жылқы мәдениетін гүлдендіруіміз керек. Басқа елдерден келген, басқа жерден келген, ішкі елден келгендер нені көргелі келеді? Нағыз қазақтың мәдениетін, басқа ұлттың нағыз мәдениетін көргелі келеді. Өйткені біз табиғаттың бір бөлегіміз. Бұны жоғалтсақ болмайды. Ол тек қана бір ауданның бір мәдениет бір мерекесінде, емаса бір 60 жылдығы, 50 жылдығында ғана орындалатын іс емес. Бұл әр айда, әр 15 күнде болып тұру керек. Біз өзіміздің мәдениетін өзіміз білмегенде қалайша басқа ұлтқа таныстырамыз? Қаншама ұлттық болса, ол соншалық дүниеге тез танылады дейді. Жылқы түлігін түгендеу, оның тарихымыздағы орнын дұрыс бағалау, тек айта бергеннен емес, оны ел болып жұмылып көбейту, еліміздің пайдасына жарату, игілігіне, елдік, кішілік, азаматтық қасиеттерге, ұрпақты баулудың құралына айналдыру аса қажетті кез бұл. Осынау арманға жету үшін ең алдымен жылқының жібек жалына жабыспай амал жоқ. Жылқыға байланысты тіл, діл, салт сана, әдет ғұрып, ырым, сыр сипат, мінез құлық, тәртіп қағида, тыйым, талғам, ұлттық дәстүр, ұлттық намыс, ұлттық қорғану, ұлттық иелік, тағы басқалар дерліктей жинақталып кеткені жоқ. Қазақтың табиғи ұлт болып қалыптасуына мол үлес қосқан төрт түлікке тән тілдік қорымызды жинақтай беріп, ұлттық діліміздің қыры мен сырын ашу арқылы қазақтың ұлттық этнопедагогикасын қалыптастыруға азда болса үлес қосу, есті азаматтың борышы.